Сақталушы еді сыбаға, сапарға кеткен
ата-аналар, оқушылар және мектептің ұстаздары. Сіздер білесіздер, 22 наурыз қазақтың жаңа жылының келетін кезі. Көктем айымен өзі қатар 8 наурыз аналар мейрамы және 22 наурыз қазақтың жаңа жылы келеді. Сондықтан осы екі көктемнің мерекесіне арналған тұспа-тұс келген 8 наурыз бен қазақтың жаңа жылын ескере отырып, 2 В сыныбының «Қош келдің наурыз» атты сынып сағатын бастауға рұқсат етіңіздер. Бұл сынып сағатын бастаудағы мақсатымыз әрбір оқушының бойына қазақтың салт дәстүрін, ұлтын нақыштауға, баланың бойына тарту, балаларды салт дәстүрді білуге, қазақтың ойынын дәріптеуге балаларды баулу болған. Енді бұл 2 В сыныбын көріп отырсыздар, әрбір ата-ана өзінің баласымен бірге өзінің өнерлерін көрсетеді және оқушылар өзінің өнерлерін көрсетеді. Ал енді соны тамашалауға қош келдіңіздер. Бізде бұл 2 топқа бөлініп отыр. Сыныптың өзі 2 топқа. Бірінші топ жауқазын тобы, 2 топ бәйшешек тобы. Енді біздің ортамызда үлкен ақсақалды, ақ тісті қарияларымыз бар. Сондықтан осы жауқазын тобынан, бәйшешек тобынан 2 үлкен кісіні ортаға шақырып, біреуі шашу шашады, біреуі бата береді. Бақыт, байлық, береке мол болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, ұлы халқын тоқ болсын, әрбір үйде береке, бірлік болсын, жақсылықтар жаңбыр болып жаусын, жақсы күндер ертең есік ашып көрінсін, осындай той әрбір үйде болсын деп тілейік. Ал енді ұлыстың ұлы күні құтты болсын, той тойға ұлассын. Лейікте ойнайықпыз, бал қызық қатаймайықпыз, күн шуақты көктем тойын, күнде күліп тойлайықпыз. Жыл келді деп жар салайық, бейбелейік, ән салайық, біз ұлыстың ұлы күнін мадатып қар салайық. Көктем жетті, көл көсір шуаққар қыс барады, қиыр жылап тұрып, шатырын үйлерін наурыз жұмыс пердесін ақпан лақтыр. Ашық болсын ашпағат, ашық болсын ашпағат, ашық болсын ашқабақ, таш атшан ашты ат, бейтанышты танышты, бүгін түрде баш қонақ. Бармысыңдар қалайық, бармысыңдар қалайық, наурыз тойын жұп салмай.
Наурызда күлімдеп күн нұры төгілді, өзгеше бүгін леп желпінер көңілді. Әбдігер жұрт неге деп бекер таңданба, қайнатып құрт көже той қамын қамдауда. Үніп екен дәніміз бүршік, жарды бағымыз сәскеде жас, түнде қыз секілді екен наурыз. Дүлдеп жатыр малымыз, қазан толы сарыуыз, сүтті көпте көмірі аз, болды ғой наурыз. Есебінің дананын күнмен түнде денеген наурызымыз жаңа күн. Есебінің дананын парсы сөзі көнелі. Жаңа күн ошу башы, шынма екіші наурышты айтат той башы, бөшік атар бау бұштың. Арпа бидай бастаған, жерді де мен аспаған, наурыз көже, көп көже, бұл тойдағы бастаған. Ассалаумағалейкум халқы, менің ардақты наурыз тойын салтындайтын елім мереке болсын берекемін, егі еңбектің жемісін бәрін жегін. Ар күніміз тақсы болсын, достқа мұз беріп болсын. Білім өнер серіп болсын, ұлыс мол болсын. Қош келдің наурыз еліме, мейірім төгіп жеріне. Береке бірлік бақ болып, орнығып отыр түріме. Нағызым мәне келді жайғандаған, ынтымақпен достық бір сайғандаған, мол тастаққан ақниет ағыз толған көктемнің бұл күніне қайған қылам. Ош он болсын, ақмол болсын, қайда болсын, жол болсын, ош бақты болсын, түк ақты болсын, ош береке берсін, паяжава желге енсін. Ау аманбыз жазғанда, алтын таңға қаланда, еті жанып аттытан, есіпті шәттіген. Жырақ атын қуанып, рақатын татты жан, келе жатыр жылымыз, мейрамдаймыз бұныбыз, жас бала нұрланып жадырайды күніміз. Сәлем анам алтын күн, нұр жуанға халқымның, ашық болсын аспаным, аман болсын жастар. Наурыз жайы білесің бе, білмейінде күлесің бе, ата әже айтқан сізге құлақ тұрып жүресің бе? Жақсы балалар, рахмет. Керемет айттыңдар тақпақты. Өздерің ойларыңды жеткізіп. Жақсы, келесі қара жорға бие бірінші топ. Оқушылар. Болмаса, бірейдің сәні келер ме? Қос етек көйлек киінесе,
қыздың сәні келеме алған екі жолдастар біреуін шық той бастар той дегенде дейдеген домалайды қу бастар ал қалайық билеңдер билеңіздер сүйме басыңыздар шаттанып қара жорға биімен қоссын барлық делебе қан тарасын денеген қара жорға болмаса тойдың сәні келме қара жорға ойнаңдар қой десе де қоймаңдар қос жүректің шаттығын дәл солай тойлаңдар келе бермес ыңғайға дәл сондай күн қайда ойнаңыздар жамағат билеңіздер мұндайда тойдың сәні келме қара жорға ойнаңдар қой десе де қоймаңдар қос жүректің шаттығын дәл солай тойлаңдар келе бермес ыңғайға дәл сондай күн қайда ойнаңыздар жамағат билеңіздер мұндайда сәні келме қара жорға ойнаңдар қой десе де қоймаңдар қос жүректің шаттығын дәл солай тойлаңдар келе бермес ыңғайға дәл сондай күн қайда ойнаңыздар жамағат билеңіздер мұндайда Melekler. Kızlar kelingler şimdi men qajirga bereyim. Hey melek. Oy jelekte qana. Hop melek. Жорға болмаса біреудің сәні келер ме қос етек көйлек кимесе қыздың сәні келе ме алған екі жолдастар біреуін шық той бастар той дегенде дейді екен домалайды қу бастар ал қалайық билеңдер билеңіздер сүйме басыңыздар шаттанып қара жорға биіме қоссын барлық делебе қан тарасын денеген қара жорға болмаса тойдың сәні келме қара жорға ойнаңдар қой десе де қоймаңдар қос жүректің шаттығын дәл солай тойлаңдар келе бермес ыңғайға дәл сондай күн қайда ойнаңыздар жамағат билеңіздер мұндайда Қара жорға өзіміздің қазақтың биі, бұны әрбір отбасы билеу міндетті, сондықтан керемет тамаша билеп шықтыңдар, рахмет балалар. Енді келесі сөзді ата-аналарға беріледі. Ата-аналар Жауқазын тобынан капитан командасы және Бәйшешек тобы. Бір-біріне екі топ сәлем береді. Баршаңызға тек сәттілік, бүгінгі күні жеңісті болсын. Жауқазын отбасынан сәлем бердік, иіліп. Бәйшешек
Кең болсын қазағымның керегесі, кетпесін Алла берген берекесі, Алаштың баласына нәсіп болған, құтты болсын Наурыз мерекесі. Бәйшешек тобынан, Жайқазын тобына жалынды сәлем. Ал енді екі топта бір-біріне жақсы сәлем берді. Енді келесі сөзді Жауқазын тобына берейік. Өздеріңіз білесіздер, қазір бұл жерде ата-аналардың әрбір ата-ана өзінің білімін көрсетеді. Сондықтан қазақтың салт дәстүріне байланысты мен сұрақтар қоямын. Оқушы да жауап беру керек, ата-ана да жауап беру керек. Бірінші топ Жауқазын тобына. Тапқыр болсаң тауып көр сайысы бірінші. Қазақ қыздарының бұрымына тағатын әшеке. Қазақ қыздарының бұрымына тағатын әшеке не деп аталады? Керемет. Екінші сұрақ. Үрлеп ойнайтын музыкалық аспап. Жақсы. Үшінші. Айт мейрамында айтылатын ән. Төртінші. Наурыз көже қанша дәмнен дайындалады? Жақсы. Бесінші. Өрнекті тақыр кілем. Алтыншы. Шығармалардағы оқиғалардың үндестік тауып орналасуы не деп аталады? Керемет, Жанасының мамасы. Жетінші. Қазақтың қандай ұлттық мейрамдарын білесіңдер? Жақсы. Жақсы. Сегізінші. Бастаңғы дегеніміз не? Жаққа қыдырып кетіп, үйден біреу алыс жаққа қыдырып кеткенде айналадағы көршілер бар, бастаңғы берейік дейтін бұрынғы заманда. Бастаңғы беріп, дәм татып, бірінен бір өздерінше той жасайды. Соны бастаңғы деп айтамыз. Сен оралсын. Әділ қазылар, көрдіңіздер, Жауқазын тобы керемет жауап берді. Енді өздеріңізде өнер бар ма көрсететін? Би, ән айтатын. Ата-аналардан бар ма? Өлең айтатын. Хормен айтсаңыздар да болады. Ән айтайын қауымға, той боп жатыр ауылда, құтты болсын айтайын ағайын туыс бауырға. Тойың тойға аласын, салған әнің қырасын, сәнім берсін сәкеннің, әнім берсін күләштің. Туысқандар ай, тойың тойға аласын, салған әнің қырасын, сәнім берсін сәкеннің, әнім берсін күләштің. Туысқандар ай. Керемет әншекесіз, рахмет. Жауқазын тобына үлкен рахмет. Сұрақтардың барлығына жауап берді, әнмен қорғап шықты. Енді келесі екінші топ Бәйшешек тобы. Дайынсыздар ма сұраққа? Алып тыңдаңыздар.
Бірінші, әйелдің қымбат заттармен әшекейленген мойынға тағатын бұйым. Дұрыс. Екінші, қияқпен ойналатын ішекті музыкалық аспап. Ой, кереметсіңдер ғой сендер. Үшінші, Наурыз көженің 7 дәмнен тұратыны не себепті? Жоқ, 7 себептен тұратыны не себепті? Елі сан қазақта сол себеппен 7 дәмнен тұрады. Төртінші, ерте туып, тез жетілген қозыны не деп атайды? Ой, молодец, керемет. Бесінші, қазақтың қандай салт дәстүрлерін білесіздер? Жалпы айтқанда қазақта салт дәстүрлер көп, ерте заманнан бері келе жатқан. Бірақ оның ішінде қазірге дейін тойланатыны ол ең алдымен жаңа туған нәрестенің тұсауын кесу, яғни ең алғашқы қадамын жасағанда, одан кейін байғазы беру, және де сәлем салу, үлкенге жол беру деген сияқты көптеген салт дәстүрлер бар. Керемет, жақсы, рахмет. Толық мағлұмат бердіңіз. Алтыншы, басқа елдерде Наурыз мерекесі тойлана ма? Қалай тойланады? Басқа елдерде Наурыз мерекесі тойланады, оның ішінде Азия елдерінде көп тойлайды. Соның ішінде ең интересныйларын айтып кетсем, сіздерге қызықтыларын, жаңағы Ауғанстан мемлекетінде 20 наурыздан түнгі сағат 12-ден 21 наурыздан сағат 12 түскі 12-ден далаға шықса, оларда жаңағы үйінен біреу қаза болады, біреу қайтыс болады деп нетеді екен, ырымдайды екен. Сол себепті үйлеріне ешкім шықпайды екен. Ал қалған мемлекеттер, Азия халықтары көбінесе жаңағы масленицаға ұқсайды екен, олардың салттары шы. От жағатын, оттар жетірен секіріп, оларда да 7 деген сан қасиетті болып саналады. Керемет, рахмет аға. Жетінші, киіз үй құралдарын ата. Киіз үй құралдарын ата. Киіз үй құралдарынан кереге, оқ, шаңырақ және киіз, текемет жатады. Ал жаңағы ішіндегі дүниесі ол домбыра, көрпе, сандық, жаңағы әртүрлі бұйымдармен бұйымдайды. Рахмет. 8-ші, нәресте балаға байланысты жасалатын тойларды атаңыздар. Нәресте балаға байланысты жасалатын тойлар. Айта қойыңыздар. Бесік той, шілдехана, сау кесу, тілашар, сүнде той және Жақсы, осымен сұрақтарыңыз бітті. Керемет жауап бердіңіздер. Енді бір өнерлеріңізді көрсетсеңіздер, ән айтсаңыздар. Баршаңызға сәлем. Сәлем сіздерге, жюрилар. Енді мен профессионалды домбырашы емеспін. Осы мейрамға байланысты бір күй дайындаған болатын. Енді көресіздер. Атнас.
Мало. Тамаша. Тамаша даже. Рахмет сізге. Енді келесі Жауқазын тобы мен Бәйшешек тобы өз өнерлерін көрсетті. Керемет. Екі топқа да үлкен алғысымызды айтамыз. Рахмет. Енді келесі өздеріңіз білесіздер, қазақтың салт дәстүріне байланысты ойындар көп. Біз соның бірін көрсетсек дегеніміз, ат үстіндегі көкпар тартуды білесіздер ғой. Сондықтан бірінші топтың ұлдары мен екінші топтың ұлдары көкпар тартады. Арқан керуді көрсетеміз енді біз, арқан тартуды. Қазақша давай.
Рахмет сіздерге. Бір демалып, бұл да салауаттылық өмір салты ғой. Сондықтан бір жағынан сіздердің денелеріңіз құрышқан бәрі жазылып, бүгін әйбат болды мына Наурыз мерекесіне қарсы. Рахмет екі топқа да. Енді келесі сайысымыз нақыл сөздер. Мен сөздің басын айтамын. Сіздер бірінші орысшаға аударыңыздар, содан кейін ағылшыншаға аударасыздар. Жауқазын тобына айтамын. Жауқазын. Сіздер айтпайсыздар. Сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Сендер айтпайсыздар, тұрым ғой. Бірінші топ, бірінші орысшаға, содан кейін ағылшынша. Сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Өнер білім бәрі де оқу менен табылған. Енді осының ішінде оқу деген сөзді орысшаға аударасыздар және ағылшынша. Оқу, учение и homeland. Учиться слово на английском. Екінші сұрақтарыңыз. Ел аралаған сыншы болады, тоғай аралаған үйші болады. Бұл жердегі үйші деген сөзді орысшаға және ағылшын. Үйдің іші деген адам. Строитель. Внутри дома, внутри деген үйдегі қауышар, ал үйдің іші деп тұр ғой. Еще я даже құрылысшы, строитель, билдер болады. Енді құрылысшы деп айтып ғой. Жақсы істер. Жақсы, Жауқазын тобы екі сұраққа да жақсы жауап берді. Көңілдеріңіз бұзылмасын. Бәрі жақсы. Келесі, Бәйшешек тобы. Отан үшін отқа түс күймейсің. Бұл жердегі отан дегенді орысша, ағылшынша. Отан, родина, motherland. Екінші сұрақтарыңыз. Білімсіздің сөзі білектей, білімдінің сөзі жібектей. Бұл жердегі жібек сөзін орысша, ағылшынша. Жібек, шелк, as learn. Жақсы, керемет. Жауқазын тобы мен Бәйшешек тобы білімдерін көрсетті, көрдіңіздер. Енді бала тәрбиелеп отырған ата-ананың білімі оқушыдан да басқадан да жоғары болады. Сондықтан ата-аналар сіздерге үлкен рахмет. Керемет жауап бердіңіздер. Енді келесі күй, Ерасыл, жастар биі.
айтамыз енді, бағанадан шаршап кеттіңдер. Енді біздің сайысымыз ең соңғы айналымға келді. Өздеріңіз білесіздер, қазақтың салт дәстүрін екі топта көрсетеді. Бірінші топ Жауқазын тобы бесікке салу рәсімін көрсетеді. Келесі сөзді Жауқазын тобына береміз. Үйреніп алыңдар, қарап, біліп алыңдар. Кішкентай кездерінен. Қандай әдемі. Қазақтың дәстүрі бойынша бесікке салу рәсімін жасайық. Енді бірінші бесікке бөлемес бұрын алдымен бесікті аластап алған ата-бабамыз. Сымында деп алас, пәлен шаладан алас, жаманшылық етіп, жақсылық етіп, баламыздың бауы берік, жасы ұзақ болып, дені сау болсын деп аластап қояйық. Енді есін көрсетпей тұрып алдымен баланы бесікке салмас бұрын алдымен ат қойып алған. Атты ер азаматқа қойдырған. Ата-бабамыздың дәстүрі бойынша. Мынаны ер азаматқа ат қоярын келіңдер. Бесікке салар рәсімі дейді, бесікке салу. Мынау бел тарса. Мынау бесік жабары. Ал енді. Енді бесікке салған бұрын тыштыма береміз. Тыштыма деп тастаймыз мына жерде. Міне тыштыма. Ана кісілерге беріңдер. Тыштыма деп. Оның ішінде қантан тип бар. Тыштыма, тышты. Балаларға біреуін беріңіз, таратады ғой. Балалар, тынышталамыз. Біз енді түбегін қоямыз. Түбектің ішіне баяғыда ата-бабамыз пүл салған маңдайға. Енді ол киізден болған ғой, қазіргі заманымызға қарай біз банка жасай салдық енді. Пүл ана тербеген кезде баланы шайқалып, зәрі төгілмесін деп пүл салып астына. Солай жасаған. Бұл бесіктің бас жастығы болады. Бас жастығының басына қамшы, шырша, тұз, сіріңке қойған, бала шошынбасын деп.
бас жағына. Жасауын ары қарай жасай берейін. Негізі өзінің түбегіне келтіреді. 4 жастығы болады, жамбас жастығы, аяқ жастығы, 2 жамбас жастығы болады, сақым жастығы, бел жастығы болады. Бұлай оны қоямыз. Баланың несі ауырмасын, батпасын түбектің нелері дейді. Бұл балаға шүмекті асықты жіліктен жасаған. Сүтке салып қайнатып, жақсылап аталарымыз етіп осылай жасаған шүмекті. Шүмегі мынау. Енді бас жастығын қояйын. Басында бәрі тұр жаңағы. Қолын ұраймыз десе баланы аяғына енді баланы қазір алып келеді. Топаны бөлмейміз, қазір бесікке. Астап қойдық, баламызды жаққызайық. Шүмегін саламыз. Бас қайнатып. Ана жібітірейді. Ажағында. Аяғымызға аяғын қайдам. Мынау бет бауы, аяқ бауы. Соны сынайды маған байлап тастайды тастық. Бала жылы жатады. Таза болады. Шеде бопалар сөйтіп орайды, тоң басында. Жыламайды екен бала. Иә, жыламайды, бопасы. Жауқасын тобына үлкен рахмет сіздерге. Енді келесі топ бәйшешек тобы тұсау кесу.
халық сияқты ешкім баланы құрметтеп осындай дәстүрді жасау ешкімде жоқ екен. Осы қазақ халқы деген бұл дәстүрдің 20-дан астам түрі бар екен. Бала дүниеге келгеннен бастап есейгенше жаңа 20-дан астам түрлері бар екен. Ал енді соның ішіндегі біз енді бүгін бесікке салу дәстүрін көрсетейік деп отырмыз. Бесікке салу бала бесіктен шығып, бауырын жаңа көтер, тұсау кесу, бесіктен шығып, жаңағы тай-тай басып кезде атамыз қазақ балам тезірек жүріп кетсін, тұсауын кескен бала жаңағы еліне адал болады деп, сондықтан жаңағы бұл жерде ала жіппенен, қара жіппен ақ жіпті есіп, бұл ешкімнің ала жібін аттамасын, жаңағы ақ пен қараны ажырата білсін деген ниетпенен ала жіппенен кескен екен. Оның үстіне және тұсау алғы тоқ шекпен кесіпті адам бала бай болсын деген ниетпен көк шекпен кескен екен. Көк шекпен бала көктей лаулап өссін деп. Ал баланың алдынан жаңағы пышақпен ешқандай қиыншылық болмасын деп тұсауын кескен екен. Міне сол салт дәстүрді біз енді көрсетейік деп отырмыз енді. Аружанның бопасы екен, сен бопаң ба? Azgan balam. Kaz balam, kadam bassan mez bolam, pürmevіңді çeşeyim, tosavыңды keseyim, pürmevіңді çeşeyim, tosavыңды keseyim. Ал енді осы бізде Айлин қызымыздың тұсауы кесіліп жатыр. Аман есен болсын, өмірде шалынбай, ешқандай белестерге ұрынбай, шалынбай жүгіріп жүре берсін. Енді мінеки бізде де орамал тон болмайды, жол болады дегендей. Мінеки апамызға Apamızın sinirliğini olamam. Енді құрметті атаңдар, көрдіңіздер,
екі топтың қазақтың салт дәстүрін көрсетті. Балаларға да үлкен үлгі өнеге болады деп ойлаймын бұл. Сіздерге үлкен рахмет. Енді келесі барлығымыз отан үшін, Қазақстан үшін осы аспанымыз ашық болсын деп қазір Атамекен әнімен аяқтаймыз. Жасыл жайлау, көкті күлем, көк күлем, көк күлемде көп аунаймы, көп күлем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымның алақанау деп білем. Қайда көрсем Атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Жасыл жайлау, көкті күлем, көк күлем, көк күлемде көп аунаймы, көп күлем. Күннің нұрын, айдың әппақ сәулесі, қазағымға махаббат ау деп білем. Қайда көрсем Атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Ал енді құрметті ата-аналар, жюри мүшелері, міне біздің 2-ші В сыныбының қош келдің Наурыз атты сынып сағатын көрдіңіздер. Енді келесі сөз кезегін біз осы мектептің ардагер ұстазы, пенсиядағы, демалыстағы адам болса да, осы мектептің қабырғасында әлі күнге дейін жұмыс жасап жүрген Ақсубаева Айнагүл апайға береміз. Кешіріңіздер, қазақ костюмін кимей келмедім бүгінде. Ал енді менің құрметті оқушыларым, қазір қой ақылдыларым деп сөйлейміз. Біріншіден жаңаға әнді айтқанда жасыл жайлау деп. Сол ән менің бала кезімде айтылған. Мен сол кезде мән бермеппін сіздер сияқты кішкентай болған кезде. Мына жасымыз ұлғайған сайын көзімізге жас келеді. Керемет шын гимн болатын ән ғой. Сол себептен бәріңізді құттықтаймын, құрметті ата-аналар. Мына бүгінгі жарысқа өте жақсы дайындалғансыздар. Ұлттық нақыштың бәрін көрсеттіңіздер. Енді қазір міне 21-ші ғасыр. Қазір бұлардың заманында, қазір бүткіл мен енді 40 жыл педагог болсам да, обновленка деген жаңа сөз шығып, бүткіл жаңа білімнің саласы басқа жаққа ауып бара жатыр. Енді байқаған шығарсыздар, біздің балаларымыз соткіде, көбінесе тиктокта отырады. Құрметті менің оқушыларым, тикток деген жақсы. О жерде бұл не үшін берілген нәрсе бізге тикток? Біздің идеямызды іске асыру үшін. Сол үшін жаңа айтып тұрмын ғой, мен просто кеше бір қарап отырып тиктокта бір осы жаңа 2-ші класс сынып оқушысының өзін жаңағы салып отыр. Сол жерде жазу үлгісін көрсетіп жатыр. Жазу үлгісі дейді, адамның мінезімен байланыстырып отыр ана балашы. Шынында да біздің жазуымыз дұрыс болса, біздің мінезімізді сол арқылы таниды екен. Ертең жұмысқа кірген кезде сендердің жазу белгілерің арқылы сендерді жұмысқа алады деген сөз балалар. Көрдіңдер ме? Соған қарай біздің ол психология солай қалыптасып келе жатыр. Сол арқылы сендерді ертең үлкен бір азамат болу үшін білім саласында көп нәрсеге мән беру керек екенін айтып жатыр. Ал енді ұлттық нақыш не керек? Ол біздің патриотизм. Қай жерде жүрсек те қазақша сөйлеп, жаңа өз тілімізді жетік біліп, дәстүрімізді жетік білу үшін жаңа біз білімді болуымыз керек.
сол жағын сендер бейжай қалмай, мына Айтжамал апайларың ат салысып, бүгінгі мына апаларды шынайы түрде сіздерді шақырып, сахнаға көрсетіп жатыр. Осының бәрі не? Айтжамал апайдың еңбегі. Әрбір ата-аналар шақырмай-ақ тек қана ашық сабақ көрсетсе де болады. Бірақ осының бәрі міне сіздерге дәстүр болды. Мына балаларымыздың көз алдында осы нәрсе бұлардың есінде қалады. Какой-то бір элементтер қалатын шығар. Мүмкін жақсысын алып, жаман қалады деген сияқты элементтер. Мына Айтжамал апай, сізге рахмет. Мынандай нәрсені жасау. Біздің тұсымызда бала кезімізде мынандай костюм кию бізге бір сондай не болатын. Қазір не бар? Материалдың түр түрі. Құдайға тәуба. Қытай халқымен сондай доспыз. Материалдың түр түрі шығып жатыр. Құрметті мамалар, тіге беріңіздер. Осындай әдемі қылып наурыз басталды дегеннен бастап осындай ұлттық нақышты киіндіріп қойыңыздар. Мектепке келіп жүрсін. Ол біз қазақ екенімізді ұмытпайық. Басқа ұлтта бізге қарап сыйына берсін. Ал енді жақсы, бәріңе бүгінгі мен жарыста қарап отырмын, Ботапай 5 қойып жатырмын. Шыны керек. Айтып тұрмын ғой, әлі көп деген бізде жаңашылдықтар кіргіземіз, иә? Ұлттық нақышта ойындарды әлі кіргіземіз келешекте, мен ойлаймын, 3-4 сыныпына бұдан да әдемі жарыстар өтетін сияқты. Соған келтіретін бірінші үлгі ата-ана. Қазіргі мына Қытай енді көп сөйледі деп айтып қалсақ, Қытай елі 67 жылы осы ұлттық моторика мына қолды өте дамытып жіберген екен. Біз бұны орыс халқы, совет үкіметі, наоборот, бізді қалай дайындады? Бізге дәстүрлі түрде олар бізге жұмыс берді, бізді басқа образын оқытты. Енді мамалар, сіздер айтайын деп, мамалардың құлағын алтын сырға. Бұл кісілер өз өнерлерін балаларына үйрету керек. Не білесің? Жаңа мен керемет бір домбырада ата-ана ойнады да, айтып отыр, мен тек қана өзімше, мүмкін сол ата-ана слухқа үйренген шығар. Но бірақ соның бәрі талант. Сол талантты балаға үйрет жаным. Осындай нәрселерді үйрете берсеңіздер, бала ертең жаман болмайды. Соған келтіріп тұр мына біздің қазіргі кәсібіміз. Ертең бала жақсы іскер, кәсіпкер болу үшін мамаларымыз да бірге даму керек деген сөз. Соны айтайын дегем. Айтжамал апай, сізге денсаулық, осындай жүре беріңіз. Осылай жаңағы мектепте осындай үлгілі бір сондай тәрбие сағаттарды көрсете беріңіз. Ал ата-аналарға айтатыным, апалар қартаймаңыздар, өйтіп жазарып жүгіріп жауып жүріңіз. Сізге де өте үлкен рахмет. Бүгінгі сіздердің ниетіңізге. Жақсы. Келесі сөз кезеген мектептің оқу тәрбие директордың оқу тәрбие жұмысының меңгерушісі Сәкен Білеутайұлына бер. Жалпы сіздерге бүгін мен үлкен әжелерімізге бас иемін. Үлкен рахмет сіздерге естіп қолдап келіп отқанымызға, ата-аналарға. Айтжамал апай, сізге өте үлкен рахмет етемін. Осылай оқушыларыңызға біздің ұлттық нақыштық қазақи салт дәстүрімізді еске түсіру мақсатында, үйрету мақсатында, осы біз қазақ еліміздің ұлттық нақыштық сондай ұстанымды ұстанып жүрген артықтан басқа елден өзгеше мемлекет болып есептелеміз. Жалпы енді алда келатқан наурыз мерекесі құтты болсын, бақ береке әкесін. Айтжамал апай, сізге еңбегіңіз ешқашанда биіктен көріне беріңіз. Енді шыны керек, бүгін екі топқа бөлініп, бірақ мен өз жеке басым айтам, барлық оқушылар, ата-аналар да марапат алады. Мектеп басшысының атынан мен өзім жеке ұсыныс беремін. Ол жағынан уайымдамаңыз. Енді бүгін осылай оқушыларымызға тек қана алға, сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар. Еліміздің болашағы сіздер, еліміздің биік белестерінен көріне берсіңіз. Айтжамал апай, оқушыларыңыз осы еліміздің беделді мықты тұлғалары бола берсін. Сізді кезінде мені оқытқан ұстазым деп осындай алғы сөзде айтып отыра берсін. Рахмет сізге. Келесі сөзді өзіміздің Ботапайымызға берейік. Осы мектепті кезекті жауап беретін апайымыз. Айтжамал Жаубековна, құрметті ата-аналар, әжелер, мен қысқаша айтайын. Бүгінгі міне көрсетіп жатқан көріністеріңіздің барлығы үлкен еңбек. Мына киім кию барлығын білеміз қандай еңбек екенін. Рахмет сіздерге. Екінші В сыныбының оқушыларына да рахмет. Сабақтарыңды жақсы оқып, осыны әдемі болып жүре беріңдер. Келе жатқан мейрамымыз құтты болсын. Сабақтың мақсатына жеттіңіз деп ойлаймын. Айтжамал Жаубековна, еңбегіңіз елене берсін. Осы мектебіміздің үлгілі ұстазысыз.
сіздің жолыңызды бізге берсін. Рахмет барлықтарыңызға. Аталардың атынан осы менің қасымда бірге жүріп оқушыларды дайындап, музыкамызды сүйемелдеп отырған Еркеназға алғыс айтамын. Сіздер наурыздан ауыз тиіңіздер. Обязательно. Общий сурет